Баршаңызға сәлем, менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте үлпілдек жұмсақ болатын пирожкиді дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен жылы су керек, содан соң сұйық май және міндетті түрде електен өткізілген ұн және құрғақ ашытқы және тұз, бұрыш керек болады. Ендеше біз бастаймыз. Ол үшін бір ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Содан соң үстіне сұйық майды құямыз. Және үстіне тұз және қантымызды қосып, жақсылап тұрып, қанттарымыз, тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Содан соң үстіне ашытқымызды салып, оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді бұл сұйық заттарымызды ұнға қосатын боламыз. Ұнның ортасын осылай ашып алып, үстіне құямыз да қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Және айта кететін жайт, біздің қамырымызға арналған суымыз қатты ыстық немесе қатты салқын болмауы керек. Міне біз қамырымызды илеп болдық. Енді үстіне кішкене сұйық май құйып жібереміз де, жақсылап тағы қамырдың барлық жеріне жағып, тағы бір-екі рет илеп жібереміз. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа немесе жарты сағатқа қамырды көтерілуге жібереміз. Міндетті түрде жылы жерге қойып қойыңыздар. Міне біздің қамырымыз осылай болып көтеріледі. Енді қамырымызды ыдыстан шығарып, бөлшектерге бөлетін боламыз. Сіздердің пирожкилеріңіз қандай болғанын қаласаңыздар, сондай үлкен немесе кішкентай қылып өздеріңіз қалауларыңызша кесуге болады. Мен бұл жерде қамырды қатты үлкен емес, орташа қылып кестім, өзіме ыңғайлы болуы үшін. Қамырларымызды осылай кесіп алғаннан соң, барлығын осылай дөңгелектеп шығамыз, пирожкимізді жаюға ыңғайлы болу үшін. Және осылай дөңгелектеп қойғаннан соң, бетін жауып, бір 10-15 минутқа көтерілуге жіберсек болады. Және бұл пирожкиге әртүрлі салманы қолдансаңыздар болады. Мен бүгін осылай қайнатылған картопты езіп алып, соны қосатын боламын. Бұл пирожкиміздің қамыры өте жұмсақ болғандықтан осылай оқтаудың көмегінсіз қолмен жая беруге болады. Тым жұқа емес және тым қалың емес, орташа қалыңдықта жайып, ортасына салмасын салып, пирожкилерімізді түйеміз. Және сіздер тура осы рецептпен бауырсақ және де пеште пісетін пирожки тағы да не жасағыларыңыз келеді, соны жасай берсеңіздер болады. Бұл қамыр әртүрлі заттарды жасауға арналған. Пирожкилеріміздің барлығын түйіп болғаннан соң бір жерге орналастырып қоямыз да, содан соң бетін жауып, тағы да 10 минутқа немесе 20 минутқа көтерілуге жібереміз. Содан соң үлкен отта қызып тұрған майға пирожкилерімізді салып, екі жағын қызартып алып пісіреміз. Май қызымаса салуға болмайды, міндетті түрде қызыған майға салуы керек. Міне осылай тез-тез екі жағы қызарып пісе қояды. Және де құрметті көрермендер, менің каналымнан бұдан да басқа өте көп рецепттер бар. Міндетті түрде қарап, жасап көріңіздер. Және қай жері түсініксіз болса, комментарийден сұрасаңыздар болады. Менің каналымдағы рецепттердің барлығы бір жасағаннан-ақ шығады. Және ең жақсы, ең күшті болып шығатын рецепттер деп айта аламын. Міне осымен біздің пирожкилеріміз өте дәмді болып, оңай болып дайындалады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Іске сәт. Сіздермен бірге болған Раушан.